Елімізде 1997 жылдан бастап Әділет министрлігіне қарасты сот сараптама қызметі жұмыс істейді. Аталмыш мекеменің басты мақсаты еліміздегі сотта болатын даулы мәселелер немесе тергеу кезінде кездесетін қиындықтарға байланысты болмаса, қылмыстың басқа да жағдайдың сол іске қатыстылығын, сол құрылғылардың қолданғандығын немесе бір адамның басқа адамға қатысты жасаған іс-әрекеттерінің барлығына да нақты анықтама беріп, оны дәйекті дәлел жасау үшін осы сот сараптама қызметіне жүгінетін анық. Қазіргі таңда аталмыш сот сараптама қызметі еліміздің барлық аймағында толық жұмыс істеп жатыр деуге болады. 18 орталық бар. 80 мыңнан астам өтініш жыл сайын қаралады. Барлығы республика көлемінде 609 сот сараптама қызметкері бар. Яғни бұл үлкен күш, бірақ басшылықтың айтуынша әлі де жеткіліксіз дейді. Себебі жыл өткен сайын қаралатын істер көлемі артып келе жатқан көрінеді. Бірақ әу баста елбасының жарлығында қол қойылып артылған сенімді қазіргі таңда Әділет министрлігінің тарапынан да сот сараптама комитетінің тарапынан да толық ақталып отыр. Біздің сот сараптама орталығы 1997 жылы біздің елбасының жарлығы бойынша ашылған. Бүгінгі күні біз 18 бағытта жұмыс істейміз. Республика бойынша бір жылда 80 мыңға жуық материалдар келіп түседі. Соның бәрін сараптама жасап, уақытында тағайындап береміз. Қарамағымызда 609 адамдар жұмыс жасайды. Бүкіл облыстарда біздің зертханаларымыз бар. Енді бізге тағайындайтын органдар сот, прокуратура, финансовая полиция, сондай. Алға қойған мақсатымызды бүгінгі күнде жақсы орындап отырмыз. Сот сараптама қызметіне жүгінетіндер саны жыл сайын артып келеді. Егер 1997 жылы бір жылда 13 мың өтініш келіп түскен болатын болса, биылғы жылғы тек көрсеткіштердің өзі 80 мыңнан асып жығылады. Бұл сот сараптама қызметінің барынша нақты және әділ жұмыс істейтіндігінің, алдына қойылған тапсырманы толық орындап отырғанның және сараптама қызметіндегі барлық түйткілді мәселелерді ара-жігін ажыратып беріп, түсіндіруге қабілетті екендігінің белгісі болса керек. Қазіргі таңда сот сараптама қызметі елімізде 18 бағыттағы сот сараптама қызметін жүргізеді. Оның 36 нақты сараптамалық түрі бар. Ол бойынша да қазіргі таңда үлкен қыруар жұмыстар атқарылуда. Жыл өткен сайын техника технологияның жалпы мамандар білімінің жетілдірілуде қолға алынған. Соңғы кездері жаңадан экологиялық сараптама жасауды да қолға алу үстінде. Бұл жұмыс бойынша да қыруар жұмыс жасалған. Ендігі кезек тек осы мамандарды әзірлеп, экологиялық сараптама қызметін қатарға қосу. 18 бағытта 36 экспертизаның түрі бар. Соның бәрін жүргіземіз. Қазір бізде экологиялық зерттеу жүргізейін деп жатырмыз. Бүгінгі күнге үлкен сондай сұрақ туғызатындай зерттеудің бір түрі. Сондықтан да бүкіл күшіміз салып сондай жұмыс жүргізейін деп жатырмыз. Содан кейін біз Евроодақпен және басқа да тмд елдерінің сот сарапшыларымен жақсылай жұмыс істейміз. Бүгінгі күні сол бізге мемлекетімізге жақсы басқа да зерттеудің түрлерін енгізу керек. Сондықтан да осыған орай жұмыс істеп жатырмыз. Қазіргі таңда сот сараптама қызметіндегі мамандардың басындағы ең үлкен проблема бұл мамандар 609 адам, берілген жұмыс тым көп көрінеді. Алдағы уақытта осы маман тапшылығымен жұмыс істеу ең басты бағыттардың бірі. Бұл сот сараптама қызметіне қатардағы кез келген маман жұмысқа қабылданбайды. Ол алдымен бір жыл дайындықтан өтеді. Содан кейін барып сол мамандықтың иесі жұмысқа қабылданады да оның тәжірибесі үнемі жаңару үстінде болады. Себебі сот сараптама қызметі де ғылым, техника, технологияның ілгері жылжуымен қатар жүріп отыруы заңдылық. Қазіргі күні біздің сот сараптама орталығында 609 адам жұмыс істейді. Әрине жеткіліксіз. Егер де салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, 97 жылы 13 мың зерттеу тағайындалған болатын. Бүгінгі күні 76 мың сот сараптамасы тағайындалған.
қаншама есе өсіп отыр, бірақ адамдардың саны сол бұрынғыдай 609 адам болып қалып отыр. Сондықтан да бізге бүгінгі күні сарапшылардың санын ұлғайту керек міндетті түрде. Біздікі дайынбыз, психологиялық, филологиялық зерттеу бағытында сіздің жаңа айтқан нең түрлері бәрі орындалады. Қазіргі таңда сот сараптама қызметіндегі мамандардың үнемі тәжірибесінің арттырылып, білігінің жетілдірілуіне көп көңіл бөлінеді. Сонымен қатар атқарылатын жұмыстың көрсетілетін қызмет түрлерінің де сапасы жоғары болуы керек. Себебі заман талабы сол. Сот сараптама қызметінің өзінің алға қойған мақсаты да осы болатын. Сол кезекте қазіргі таңдағы еліміздегі сот сараптама қызметі көптеген халықаралық сертификаттар мен стандарттарға сәйкес келеді. Қазіргі таңда жаңа стандартқа өту мақсаты да тұр алдыда. Біз биыл ISO 901 алдық. Енді жылдың соңына шейін Астана қалалық зертханаға 17025 халықаралық аккредитацияға сай сертификат аламыз деген ойымыз бар. Соған қазіргі күнде дайындық жүріп жатыр. Еліміздегі әрі сот сараптама орталықтарының бірі елордасы Астанадағы сот сараптама орталығы. Бұл жерде қазіргі таңда 100-ден астам адам қызмет етіп жатыр. Барлығы да өз саласының білікті мамандары. 40-қа тарта нақты сот сараптама жұмыстарының түрлері бойынша қызмет көрсетеді. Жасаған жұмыстары нәтижелі. Үнемі мастер-класстар, семинарлар мамандардың білімін жетілдіріп отыруға баса назар аударады. Және бұл жердегі технологияның барлығы да заманауи талаптарға сай, алдыңғы қатарлы техникамен жабдықталған. Астана қаласының сот сараптама өңірлік ғылыми зертханасы 1997 жылы үкімет қаулысымен құрылған. Бұрын Қазақтық ғылыми институты болған. Кейін үкіметтің қаулысы 1997 жылы өңірлік ғылыми өндірістік сот сараптамасы құрылған. Бірінші кезде Целиноград бөлімшесі болған, кейін Ақмола бөлімшесі болған. Астана көшуіне байланысты кейін Астана қаласының ғылыми өндірістік сот сараптамасына ауыстырылды. Қазіргі таңда Астана қаласының ғылыми өндірістік сот сараптамасында сараптаманың 17 бағытта жүргізіледі. Оның ішінде 40-тай түрі бар. Оны айта кететін болсақ, экономикалық сот сараптама, құрылыс сот сараптамасы, мынау көлік апатына байланысты сот сараптамалар жүргізіледі. Мынау документтердің сот сараптамасы, трассология, баллистика сот сараптамалары болып танылады. Және мынау есірткі құралдарын, психотроптық заттардың, прекурсорлардың сот сараптамасы болып танылады. Сараптама орталығындағы мамандардың барлығы сайдың тасында іріктеліп алынды десе болады. Себебі бұл жерде қызмет істейтін мамандардың мамандығы да алуан түрлі. Себебі 40 түрлі сараптама жұмысын жасау бұл әр саладағы білікті мамандық қажет етеді. Сол себепте де әр саланың мамандары осы сараптама орталығының маманы болуға икемделіп, оған алдын ала 1 жыл дайындықтан өтіп, арнайы курстардан өткеннен кейін жұмысқа қабылданады. Бұл жерде маман тұрақтылығы да өте маңызды рөл атқарады. Себебі 1 жыл даярлаған маманға 1 жыл уақыт, қаржы-қаражат, сенім кетеді. Ал ол адам жұмыстан босатылып немесе өз еркімен кетіп жататын болса, тағы да 1 жыл маман даярлауға уақыт жұмсалады. Яғни жұмыс процесі баяулай түседі. Сол себепті де бұл жерде нақты да іскер мамандардың болған абзал дейді басшылар. Ал енді біздің зертханада 63 сарапшы қызмет етеді. Оның бәрі әртүрлі білім бар, білікті сарапшылар. Өздері арнайы дайындықтан өткен. Мынау құрылыстық сот сараптама келетін болсақ, ол жерде құрылыс жағынан білімі барлар. Ал енді қазіргі таңда біз әртүрлі мамандарды шақырамыз, білікті мамандарды. Шетелден болсын, осы Қазақстанның ішінен болсын білікті мамандар келіп, біздің сарапшылардың білімін әрқашанда көтеріп, жаңа технологиялар шығаратын болса, соны үйретіп,
сондай жұмыстар жүргізіледі. Мысалы, былтыр келетін болсақ, біздің зертханамен 7 мыңнан аса сараптама жүргізілді. Оның ішінде жаңағы ең көп жүргізілген сараптама мынау есірткіге байланысты болды. Себебі мынау құрылыс сараптамалар көбірек жүргізілді, экономикалық сараптамалар көбірек жүргізілді. Оның жаңағы қазір мынау Астана қаласы бойынша өздеріңіз білесіздер, үлкен құрылыстар жүргізіліп жатыр. Соның ішінде жаңағы даулардың өздеріңіз біліп жатсыздар, неше түрлі даулар болып жатыр құрылыс жөнінде. Сол себептен жаңағы көптеген сараптамалар тағайындалып жатыр. Мамандарды үнемі шетелге жіберіп, біліктерін арттыру жұмысы да алдыңғы қатарға қойылған. 2011 жылдың 16-27 мамыр аралығында Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі сот сараптамасы орталығының 10 сарапшысы Беларусь Республикасы Әділет Министрлігінің сот сараптамалары және криминалистика орталығында 3 сарапшылық бағыт сот сараптамасы, сот жазу-тану сараптамасы және құжаттардың техникалық сараптамасы бойынша тәлім алып қайтқан. Оқу барысында сарапшылар беларустық әріптестерінің тәжірибесін зерделеді. Аталған бағыттар бойынша сот сараптамалық зерттеулерін жүргізуді қолданатын әдістемелермен танысты. Сот сараптаманың екі ел үшін де өзекті әрі келелі мәселелер талқыланды. Сараптама жүргізу барысына қатысты, сондай-ақ өздерінің тәжірибелерімен бөлісті. Ал енді мысалы биыл келетін болсақ, біздің сарапшылар жағы Беларусияға барып, өздерінің жағы білімдерін нығайтып, олардың жағдайларын көріп, олардың жақсы жақтарын қазір бізге алып кеп, соны қарай дамытып жатырмыз. Мынау методика дейді. Қазіргі кезде мысалы бұрын бізде жоқ нәрсе, қазіргі кезде мысалы біздің соны жағы деңгейіне қойсақ та деді, экологиялық талаптар қазіргі таңда бізде жүргізілмейді. Сол жақтан біз жаңағы жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Мамандарды ақырындап дайындап жатырмыз. Болашақта экологиялық сараптама жүргізеді деген ойдамын. Негізінен сот сараптама орталығына сараптамалардың негізгі бөлігін, ауқымды бөлігін құқық қорғау салалары тағайындайтын көрінеді. Себебі бұл салалар негізінен істің мән-жайын анықтау, тергеу жүргізу, барысына жету және сот орындарының шешім шығару секілді мәселелеріне қатысты сот сараптама қызметкерлерінің соңғы нәтижелері, сараптама шешімдері өте маңызды рөл атқарады. Сол себепті де сот сараптама орталықтарының барынша берілген тапсырмаға қатысты нақты мәліметпен нақты шешім шығаруы абзал. Бізге жаңағы тағайындап жатқан бұл жаңағы құқық қорғау органдары болып танылады. Соттар тағайындайды және де мынау адвокат туралы заңда көрсетілген. Адвокаттарда жаңағы егерде керекті жағдайда оларда адвокаттық сұраныс жасайды. Ол кезде сарапшылар жаңағы қорытынды береді. Мынау нотариустарды бізге жаңағы кейбір кездерде тағайындап жатады. Өздері жаңағы жұмыстарында сұрақтар туындаған кезде, ол кезде де жаңағы біз қорытынды береміз. Егер сот сараптама орталығының шығарған нәтижесі мен шешіміне тараптар келіспейтін жағдайлар болып жатса, қайталама сараптама жұмыстарын жасауға мүмкіндіктері бар. Бірақ мұндай жағдайлар өте сирек кездеседі. Себебі сараптама жұмысының өзі барынша нақты және әділ шешім шығаратын қызмет түрі. Әрине, ондай жаңағы жұмыс болған соң бір жақ келіседі, бір жақ келіспейді. Ол кезде жаңағы қайталама сараптама деген бізде бар. Оны тағайындайды. Олар қайталама сараптама комиссиялық ретте жүргізіледі. Мысалы, бір сарапшы ғана жүргізбейді, оны 2-3 білікті сарапшылар жүргізеді. Ол кезде жаңағы бірінші берген сараптаманың қорытындысы көп кездерде сол расталып жатады. Егер де келіспейтін жағдай болатын болса, онда соттар тағайындайды қайталама сараптама. Ондай жаңағы болып тұрады. Мынау орталық республикалық ғылыми өндірістік сот сараптамасы, олар жаңағы бүкіл облыстарда жүргізіп жатқан сараптамаларды зерттеп қарап, жаңағы статистика ретінде жаңағы жұмыстар жүргізіліп отырады. Егер де қайталама сараптама оларға да тағайындалады, олар да жүргізеді.
ол жерде де жаңағы білікті мамандар бар. Ал енді мына құқық қорғау органдары, сот органдары қай облыстық ғылыми өндірістік зертханаға жіберем десе, олардың өз еркі. Сот сараптама орталықтары түрлі деңгейдегі сараптама жұмыстарын және әртүрлі бағытпен әртүрлі саладағы сараптама жұмыстарын жүргізеді. Жұмыс бір шетінен өте қызық. Сонымен қатар сот сараптама орталығындағы сараптама жұмыстарының ауқымды бөлігі молекулярлық генетикалық сараптама жұмыстары бағытында жүргізілетін көрінеді. Бұл бағытта да құрал жабдықтардың барлығы ең соңғы үлгідегі, себебі молекулярлық генетикалық сараптама жүргізу өте ауыр шаруа көрінеді. Адамдардың дене ағзасының құрамын, бір адамның басқа адамға қатысты туыстығы бар жоғын анықтау, немесе сол адамның сол оқиға болған орында болғанын, оның шашына, тырнағына және басқа да белгілеріне қарап анықтау жұмыстары. Бұл өте үлкен тәжірибені және өте үлкен шеберлікті қажет етеді. Біздің зертханада және де мынау молекулярлық генетикалық сараптама жүргізіледі. Бұл жерде мынау соңғы технологиялық, жаңа технологиялық құрал жабдықтар бар. Мынау Франциядан келген, Япония, Германиядан келген соңғы жаңағы техникалар бар. Бұл жерде жаңағы әкесін анықтау, бұл сол адам ба, ол адам емес па, жөнінде жаңағы сараптамалар жүргізіледі. Молекулярлық генетикалық сараптамасына бізге әртүрлі нысандар келеді. Ол нысандар болуы мүмкін қан үлгілері сұйық түрінде, кептірілген түрде, және қылмыстық іс бойынша шәуеттер, сүйектер, адамның сонымен қатар сілекей, біз сол арқылы жұмыс жасаймыз. Қазіргі таңда мен қазір сұйық қан арқылы жұмыс жасайын деп жатырмын. Бұл сұйық қан түрінде азаматтық іс бойынша, яғни әкелікті анықтау бізде көбінесе, сіз айтып жатырмыз, 70% әкелікті анықтау жұмысын атқарамыз. Ол негізінен жастар, қазіргі жастар үйленеді, үйленген соң сразу ажырасу мәселесі, алимент төлеу, содан кейін осындай қан арқылы біз сұйық түрінде зерттеу жасаймыз. Протокол бойынша бәрін сұйық түрінде қазіргі заманауи ағымға байланысты өзін арнайы реактивтер бойынша солай жасаймыз. Сілекейден сүйек кемігі, сол биологиялық тырнақ әрине көмектеседі деп ойлаймыз. Себебі бекерден бекерге жасалып жатқан түрлі емес қой. Біздер мысалы үшін қылмыстық іс бойынша бағана зорлап кеткен адамды дәл анықтаймыз. Егер де ол шәуетін тастап кетеді, біз шәует арқылы ДНК-сын бөліп аламыз. Ол ДНК-сы бөлінген ДНК-ны кімнің бізге бағанағы тергеушілер алып келеді ғой. Айыпталушы мынау адам немесе мынау адам деп алып келіп, сол алып келген айыпталушымен біз сперманың шәуеттен бөлінген ДНК-ны бөліп аламыз. Ол бөлінген ДНК-ны айыпталушымен салыстырамыз. Салыстырған кезде именно қай айыпталушының шәует екенін біз анықтап береміз. Ол мен ойымша әрине көмектеседі. 2010 жылдан бастап еліміздегі сот сараптама орталықтары еуропалық жоба бойынша жұмыс бастаған. Аталмыш жұмыс барысында мамандардың және жасалатын жұмыстың құрал жабдықтардың жалпылай алғанда орталықтың жұмысының шетелдің үздік тәжірибелерін пайдалана отырып, еліміздегі жұмыс нәтижесінің барынша сапалы болуын қамтамасыз ету. Бұл барлық мемлекеттер қолданып келе жатқан тәжірибе, және Қазақстан да бұдан кенде қалмақ емес. 2010 жылдан бері бастап, Еуро одақтық проект жүргізіле бастады бізде. Сол проект бойынша өткен аптада Германиядан сарапшылар келіп, бізге дәріс оқыды. Ол жақтарда, мысалы, ішкі істер министрлігінде өздерінің жаңа сарапшылары бар екен. Солардың жұмыстарымен таныстық.
егер жалпылай келетін болсақ, олардың жаңағы біздің жұмыстармен сәйкестіктері бар екен.